Бүгін мен сіздерге немесе эндоскопиялық ретроградты, холангиопанкреатография деп аталатын процедура туралы айтқым келеді. Бұл процедура негізінен обструктивті сарғаю бар науқастарға, сондай-ақ холестатикалық сарғаю деп те аталатын өт жолдарының бұзылуы болуы мүмкін науқастарға жасалады. Бұл жағдай өт жолында тас немесе жалпы өт жолының тарылуы, немесе структурасы сияқты жалпы жағдайлардан туындауы мүмкін. Бұл процедураны қолдана отырып, біз эндоскопты ауыз арқылы енгізіп, асқазаннан бастап 12 ішек деп аталатын ішектің бірінші бөлігіне дейін жеткіземіз. Жалпы өт жолы кануляцияланады, және бұл жағдай тасалынып тасталуымен, немесе структураға стенд қою арқылы емделеді. Бұл процедура сондай-ақ ұйқы безі жолдарының тастары, немесе ұйқы безі жолдарының структуралары деп аталатын ұйқы безі жағдайлары үшін де орындалуы мүмкін. Бұған қоса, біз өт жолдарының және ұйқы безі жолдарының жалпы қатерлі ісіктерін де емдейміз. Бұл жағдайларға пластикалық түтік немесе стенд деп аталатын металл түтік қою арқылы стенд жасаймыз. Бұл процедура негізінен жеңіл седативті әсермен күндізгі емдеу ретінде орындалады. Бұл науқастың тезірек қалпына келуіне және күнделікті өміріне мүмкіндігінше тез оралуына көмектеседі.